Сәлем, достар. Қатты жөтел, тұмау, әлсіздік мазалап жүрме. Онда бұл қарапайым, бірақ өте шипалы табиғи қоспа сізге пайдалы болуы мүмкін. Бүгін қызыл жуамен жасалатын емдік қайнатпа туралы айтып беремін. Ол өкпені тазартады, иммунитетті көтереді және вирустарға қарсы тұрады. Бір қызығы, оны әр үйде бар 3 затпен жасай аласыз. Қызыл пияз, бал және зәйтүн майы. Бұл халықтық әдіс талай адамға көмектескен. Ал сіз де байқап көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Бір дана қызыл жуа, 1 стақан қайнаған су, 1 шай қасық бал, 1 шай қасық зәйтүн майы, оливковый. Дайындау тәсілі: 1 қызыл пиязды ұсақтап тураңыз. 2 қайнап тұрған 1 стақан суға салып 5-7 минут қайнатыңыз. 3 қайнаған соң суын сүзіп алыңыз. 4 сәл жылыған кезде оған 1 шай қасық табиғи бал және 1 шай қасық оливковый май қосыңыз. Қызыл жуа қақырық түсіретін табиғи құрал. Өкпе мен бронхтан зиянды сөлдерді, шырышты тазартып, тыныс алуды жеңілдетеді. 2 иммунитетті күшейтеді. Дәрумені мен фитонцидтердің арқасында ағзаның вирус пен бактерияларға қарсы тұру қабілетін арттырады. 3 тұмау мен жөтелге қарсы. Бұл қоспа тамақ қыжылын, құрғақ жөтелді, тұмауды жеңілдетеді. Суық тигенде алғашқы күннен бастап ішсе, ауру асқынбайды. 4 қан айналымын жақсартады. Зәйтүн майы мен жуа қан тамырларын кеңейтіп, қан айналымын реттейді, ағзаға оттегінің жақсы жетуіне көмектеседі. 5 ас қорытуды жақсартады. Жуаның ферменттері бауыр мен асқазан жұмысына пайдалы әсер етеді. Қарсы көрсетілімдер: асқазан жарасы барларға немесе гастритпен ауыратындарға абайлап қолдану керек. Балға аллергиясы бар адамдар бал қоспай ішкені дұрыс. Жүкті әйелдерге қолданбас бұрын дәрігермен кеңескен жөн. Қосымша кеңес: емді 5-7 күн үзбей қабылдаған дұрыс. Егер жөтел басылмаса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз.